Сәлем баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге бір жасағаннан керемет болып шығатын қаймақты пирогтың, яғни сметаниктің рецептісімен бөлісемін. Дәмі тура балмұздаққа ұқсайтын өте дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Өте керемет рецепттердің бірі. Ең әуелі ыдысымызға еленген ұнымызды, үстінен сармайымызды салып, сармайды толығымен ұнға малып, ұнтақтап шығатын боламыз. Майда крошка тәріздес етіп. Барлығын дәл осылай видеодағыдай ұнтақтап шығыңыздар. Міне осылай. Содан соң үстінен қалауыңызша қант салсаңыздар болады. Мен 2 ас қасық қант, 1 жұмыртқа және де разрыхитель салдым. Енді осы қамырымызды біріктіреміз ең әуелі. Содан соң қамырымызды илейтін боламыз. Қамыр тәріздес болғанша жақсылап илеп, қамырымызды 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Оған дейін біз начинкасын жасайтын боламыз. Салмасын бізге 2 жұмыртқа және де үстінен қантымызды салып, қантымыз ергенше жақсылап араластырып аламыз. Үстінен әдемі дәм беру үшін ванилин қосамыз. Ванилиннің үстінен қаймақты саламыз. Мен үнемі 20% қаймақ қолданамын. 20% қаймағымызды салып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Барлығын мөлшерін мен описанияға төменге қалдырып кеттім. Сол жақтан өлшемдерін көріп жасап көріңіздер. Толығымен қанты ергенше жақсылап араластырамыз. Бізде осындай әппақ әдемі масса пайда болады. Енді 10 минут тұрған қамырымызды аламыз. Менде 24 сантиметрлік форма, сізде 24-22 сантиметрлік формаға жасауға болады. Үстінен пергамент қағазын төседім, және де формасынан оңай алыну үшін шет-шетіне сармай жағып шықтым. Енді қамырымызды алып, бірінші бортиктерін жасап аламыз, шетіндегі шетін шығарып, содан соң ортасын түсіріп, толығымен формамызды жайғастырып шығатын боламыз. Қамырымыз біркелкі болу үшін осылай жоғар жағынан шанышқымен бір тегіс етіп шықтым. Барынша астында бір тегіс етіп шығуға тырысыңыздар, сонда пирогтарыңыз әдемі болып шығады. Енді ішінен салмасын салатын боламыз. Толығымен салмасын салдық. Енді алдын ала пештеріңіз міндетті түрде қыздырып қойыңыздар. 200 градуста 25-30 минут көлемінде пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріп аласыздар. Пештен шыққан кезде кішкене қимылдап тұрады, бірақ оған еш уайымдамаңыздар. Бұл пирогтың бір ерекшелігі, суығаннан соң барып кесесіздер, ыстық күйінде кессеңіздер болмайды. Әбден суыған соң формасынан аламыз, және де осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, керемет пирогтардың бірі, біздің отбасымызда ең жиі жасалатын пирогтардың бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.